армысыздар. Келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Шығыс халықтарының жаңа жылды қарсы алу Наурыз мерекесіне Наурыз көже дайындалған. Наурыз көжеге көжеғатық ретінде 7 түрлі тағам дайындалған. Ол қыстан қалған, соғымнан қалған сүретті қайнататын сорпа, тұз, дәнді дақылдардан күріш, арпа, тары немесе сосын сүт, кепкен құртты, езген қою құрт. Кепкен құртты кішкене ыстық су құйып, оны қолмен езеді. Ол езгеннен кейін бұл құрттың бәрі дөңгелек түрде болады. Оны малта құрт деп айтады. Малта құртты қазақтар алыс жолға сапарға шыққан ер азаматтарға азық ретінде пайдаланған. Енді сүр етті сорпаға пісірген кезде оған сүтті міндетті түрде қосқан. Себебі сүт пен сорпаның, сүр еттің бірге қайналуы ол қыстың көктемге жалғасуы деген символменен есептелінген. Енді міне біздің Наурыз көжеміз дайын болды. Ертеректегі ұғым бойынша Наурыз көжені 7 түрлі тағамнан құраған себебі ол сол 7 түрлі тағамның иесіне берілген ас, не болмаса анапа деп, оны ұлыс деп атаған. Сондықтан әрбір үйге келген адамдар ұлыс оң болсын деп міндетті түрде Наурыз көжеден дәм тартқан. Сол Наурыз ыдысқа құйылып берген Наурыз көжені тауысып ішуге тырысқан. Ол тауысып ішу деген ырыстың мол болу деген ұғым болған.